саламатсыздарбы? Мен университеттегі оқытушы шебері Ежумаев Әлбек Рымбекович. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз, тақырыбымыз, яғни слесарлық тәжірибеде өлшеу құрал жабдықтары. Бізде өлшеу құрал жабдықтарына жатады сызғыш. Біріншіден сызғыш. Одан кейін слесарлық тәжірибеде. Одан кейін штанген циркуль. Мынау бізде штанген циркуль бар. Бұл штанген циркуль 2, штанген циркуль 3 деген болады. Бұның дәлдігі, яғни ондық бірлікпен өлшейміз. Келесі бізде микрометр. Микрометр дегеніміз бұның дәлдігі жүздік дәлдік. Бұл яғни өлшейміз бұмен коленвалдарды өте дәлдігі жоғары детальдарды өлшейміз. Енді штанген циркульге тоқталатын болсақ, бізде слесарлық тәжірибеде штанген циркульді жалпы қолданамыз. Бұнда бұл үш тәсілмен өлшейді. Сыртқы тәсіл, сыртқы диаметрі, сосын ішкі диаметрі және тереңдігі. Бұның дәлдігін білу үшін бұлда бізде нониус сызықтары деген бар. Нониус сызықтары арқылы ондық бірліктерді таба аламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.